Болашақта робот жылқы пайда болады. Осака Kansai Expo 2025 көрмесінде Kawasaki компаниясы Kotleo деген робот жылқыны таныстырды. Бұл жай ғана көлік емес. 4 аяқты сутегімен жүретін жасанды интеллекті бар ақылды техника. Робот жылқы жол таңдамайды. Тау мен таста жүре алады. Ой мен шұңқырдан секіріп өтеді. Ол жер бедерін, еңісті, үстіндегі адамның салмағын, бәрін өзі есептеп, қимылын соған қарай реттейді. Ықшамдау келген жөлі бар. Ең қызығы, отырған адам денесін қай жаққа бұрса, Kotleo сол бағытта қозғалады. Кәдімгі жүгенді еске салады. Ал аяғындағы резеңке тұяқтары таймайды. Соққыны да жұмсартып, жерге жеңіл түсіреді. Роботтың арнайы дисплейі жол бағыты, сутегінің деңгейі секілді барлық ақпаратты көрсетіп тұрады. Демек, иесі өзінің темір тұлпарының жағдайын толық бақылап отырады. Корпусы жеңіл, бірақ берік металл мен карбоннан жасалған. Кеш батып, қараңғы түссе, Kotleo өзі жолды жарықтандырады. Әзірге бұл тек концепт. Қаншалық жылдам жүретіні, толық қуаты қандай екені әлі жарияланбады. Бірақ Kawasaki 2050 жылға қарай осы робот жылқы нарыққа шығарып, әртүрлі мінезі мен дизайны бар темір тұлпарлар сериясын жасауды жоспарлап отыр.